Баршаңызға сәлем достар. Бүгін осындай жұп-жұмсақ болып шығатын Наполеон тортын дайындаймыз. Мен креміне заварной крем қолдандым. Ең алдымен қамырын жасап аламыз. Ол үшін бізде холодильникте тұрған өте салқын, қатты сарымай қажет. Осылай үккіштің үлкен жағынан өткізіп, үгітілмелі қамыр жасаймыз. Бізде сарымай еріп кетпеуі қажет. Осылай ұнға аунатып, өте тез жасау қажет. Бізде осындай үгітілмелі қамыр шықты. Енді қамырды біріктіреміз. Біріктіру үшін холодильникте тұрған өте салқын су, морозильникке кішкене уақытқа салып алсаңыздар да болады. Оның үстіне жұмыртқа және уксус, тұз салып, жақсылап араластырып, қамырымызға ақырындап 2-3 бөлікке бөліп, қажетінше құя отырып, қамырымызды біріктіреміз. Бізде осындай қамыр шығады. Қамырларымызды тезірек бөліктерге бөліп, бізде сарымай еріп кетпеуі қажет. Бөлек ыдысқа салып, морозильникке қоямыз. Морозильникке 2-3 сағатқа қойып алсаңыздар болады, немесе менде 1 күн тұрды. Көбірек қойсаңыздар, соғұрлым жақсы болып шығады. Қамырымыз дайын болғанша крем жасаймыз. Бізге заварной крем, сүт, жұмыртқа, сарымай, крахмал немесе ұн және де қант қажет. Ең алдымен сүтімізді ысытып аламыз. Қайнатпаймыз, тек қана ысытамыз. Бетінен бу шығу қажет. Сүтіміз ысығанша қант, жұмыртқа, крахмал үшеуін араластырып, сұйық масса жасаймыз. Сұйық массамыз дайын. Енді сүтімізді дайын болғанын көреміз. Бетінен ақырындап бу шығып, және де шеттерінен осындай қаймақ тәріздес пайда болуы қажет. Сол кезде газдан түсіреміз. Енді екі массаны сүтімізді массамызға құя отырып араластырамыз. Енді осы сұйық массамызды қайтадан темір ыдысымызға құйып, газға орташа отқа қоямыз. Осындай ешқандай түйіршіксіз сұйық масса шығуы қажет. Баяу отта 15-20 минуттай ұстаймыз. Осылай өзі қоюланады. Бұл орташа қоюланғандығы. Дайын болған уақытта қайнаған секілді бетінен көпіршіктер шығады.
сол кезде дайын болды деген сөз. Осылай көпіршіктер шығып қайнап жатқан кезінде тоқтамай араластырып тұрамыз, өйткені асты жабысып қалуы мүмкін. Осылай қайнай бастаған кезде тағы да 1 минуттай жақсылап араластырып оттан аламыз. Осындай крем шығады. Енді бұл кремді бөлек ыдысқа құямыз тезірек суы үшін. Және мен сарымайды крем суығаннан кейін, салқындағаннан кейін бөлме температурасына дейін салқындап, кішкене қоюланғаннан кейін сарымайды қосатын боламын. Бізде крем бөлме температурасына дейін салқындағанша корждарымызды пісіре беретін боламыз. Бір ғана коржды алып қаламыз, қалғанын қайтадан морозильникке немесе холодильникке жібереміз. Корждарымызды осылай жұқа етіп жайып, кальцонның көмегімен немесе сковородканың, қақпақтың көмегімен, тарелканың көмегімен кесіп аласыздар. Қызып тұрған 180 градуста 5 минут 7 минут аралығында пісіп шығады. Қызарғанша ұстайсыздар пеште. Корждарымыз пісіп шықты. Дәмі өте керемет. Және осындай жанындағы қалған корждарымызды біз әрлеуге пайдаланатын боламыз. Оларды бөлек пакетке салып, оқтаумен немесе қолдарыңызбен мұжғылап үгітіп аламыз. Енді бізде крем толықтай суыды, қоюланды. Енді бөлек ыдысқа сарымайымызды салып, аппақ болып ағарғанша жақсылап миксерлеп аламыз. Сарымайымыз дайын болғаннан кейін кремімізді қасықтап сала отырып миксерлейміз. Бізде осындай крем шықты. Енді тортымызды жинаймыз.
Тортты қалауларыңызша әрлеп сәндесеңіздер болады. Менде жаңағы үгітілмелі корждарды сол корждармен сәндейтін боламын. Және тоңазытқышта бұл торт кемінде 6 сағат тұру қажет. Бір түнге қалдырсаңыздар сөз жоқ, өте жұмсақ болып шығады. Менде тоңазытқышта 4 сағаттай ғана тұрды. Сіздер бір түнге немесе 6-7 сағатқа қалдырсаңыздар, бұдан да жұмсақ, өте дәмді болып шығады. Крем мен корж бір-біріне сіңіп, ерекше дәмді нағыз Наполеон торты.